Қыздар сәлем, бүгінгі мастер-класста осындай Versace құрағын жасауды үйренетін боламыз. Ең алдымен біз табандығымызды дайындап аламыз. Табандығымыздың өлшемі 12-де 12 сантиметр. Осылай центрін тауып аламыз. Ленталарымыз ені 3 сантиметрден. Бұлай көздерін кесіп аламыз. 3-те 3 сантиметр болады. Мен екі түрлі түсті мата қолдандым. Біреуі ақ, екіншісі сұр. Өздеріңіздің қалауыңызша кез келген түсті қолдансаңыздар болады. Екіншісі де матамыздың түсі сұр, оның 3-те 3 қылып, бұдан да көз кесіп аламыз. Асты жағына описанияға өлшемдерін сіздерге жазып кететін боламын. Өздеріңіздің қалауыңызша түс үйлесіміне қарап, кез келген түстерді таңдасаңыздар болады. Осылай алдын ала дайындап аламыз. Табандығымызды алып, енді 4 бұрышы бірдей қып келетіндей тура центріне орналастырып, бірінші тігісімізді бастаймыз. Велюр матамыздың түгі астыға қарап тұру керек әрдайым. Лапканың тура шетіне келетіндей етіп, ішіне кіріп кетпей, шығып кетпейтіндей етіп, осылай тігіп аламыз. Екінші көзімізді тура солай түгін астына қаратып, осылай қоямыз. Лапканың шетіне келетіндей етіп орналастырып, тігіп шығамыз. Осылай жақсылап келтіріп алып, енді келесі түсіміз сұр түсті пайдаланамыз. Әрдайым қарап отырыңыздар, түктері астыға қарап тұру керек. Сол кезде құрақтарыңыз бір келкіп, әдемі болып шығады. Біткен кезде үстіп алып, қайырып, кесіп отырамыз. Енді келесі түсімізді аламыз. Келесі түсіміз біздің ақ болады. Осылай қойып, лапканың шетіне келетіндей етіп, бір сызық бойымен осылай тігіп шығамыз. Артық маталарды осылай қайырып кесіп отырамыз. Келесі түсіміз біздің енді сұр. Оны да тура осылай беттестіріп, бір сызық бойымен тігіп шығамыз. Келесі түсіміз енді біздің ақ. Сұр матамыз сәл шығыңқырап тұр. Ол ештеңе етпейді. Ішкі жағындағы матамен бір тегістеп аламыз. Ақ матаны лапканың бойына қойып, тігіп шығамыз. Бұлай тегістігін тексеріп отырамыз. Байқап қарап отырыңыздар. Міне қараңыздар, мына жерде сұр бұлай келе жатыр, ақпен жалғасу керек. Сол үшін қазір ақ матаны қоямыз. Бір сызықтың бойына қойып, лапканың түзу бойымен жүргіземіз. Келесі түс бізде енді сұр. Түктерін астына қаратып,
осылай тігіп шығамыз. Келесі бізде ақ мата. Осылай кезектесіп тігіп отырамыз. Өздеріңізде қарап тұрсаңыздар болады. Бір-біріне қарама-қарсы спираль сияқты болып келеді. Келесі түсіміз біздің сұр түс. Оны да осылай қойып, бір тегіс қылып тігіп шығамыз. Келесі түсіміз қайтадан сұр түс. Осылай қойып, бұны да тігіп шығамыз. Келесі түсіміз біздің ақ түс. Осылай қойып, лапканың шетімен бір тегіс қылып тігеміз. Міне біздің құрағымыз шамамен осындай болып шықты. Енді шет-шетін айналдырып тігіп шығамыз. Нәтижесінде бізде осындай Versace құрағы шықты. Сіз де осы видео арқылы жасап үйренсеңіз болады. Осы видеоға лайк басып, подписка жасауды ұмытпа.